мен Азамат екеуміздің видео түсіруге себебіміз менің арнамда 100 подписчик болды. Ура! Тап қазір видео түсіріп жатқан уақытта 105 подписчик болып тұр. Бірақ Азамат менің арнамда 100 подписчик толған кезде сразу маған сыйлыққа заказ берді. Ол қандай сыйлық? Бұл петличка. Она распаковка. Распаковка чек жасап жіберейік. Каспийден заказ беріп алдырды. Азамат негізі маған ертерек алып бергісі келген. Бірақ мен өзіме YouTube арнамда 100 подписчик толуына мотивация болсын деп кейінірек сұрап жүрдім. 100 подписчик болғанда толғанда алып берші деп. Міне сол келді. Ура! Ашып көретін боламыз. Ашып көр. Міне деп. Boya Magic деген микрофон. Өзі отзывтарын оқып, тиімді бағадағысын алып берді. Көрейік, бірінші микрофонымыз ғой. Мінекей микрофоныма анпакинг түсірді. Өте әдемі, богаты көрінетін зат екен. Қазір енді осы микрофонмен дауысы қандай болатынын көрейік. Қазіргі дауысымызбенен салыстырып көріңіздер. Сіздермен бірге Назерке. Және Азамат. Менің мына жүзімдегі күлкімнен микрофонның дауысын естіп қуанып тұрғанын білуге эмоциямды даже жеткізе алмай жатырмын ғой. Жаңа ғана тестировать етіп көрдік. Басқа бөлмеге барып, дәл осы микрофонды қойып қойып, басқа бөлмеге барып сөйлеп көрдік. Соның барлығы телефоныма жазылып тұр видеоға. Дауысы четкий, өзіме ұнапты. Сіздерге қалай? Қане, мынамен де сөйлеп көр. Раз дейсің. Қане. Мен мынау бар екен. Сен бар ғой, өте керемет, жаңағыдай звуктың качествосы өте жоғары деңгейде болып тұр. Енді берсе жаңа контентті осы петличкамен, микрофонмен, және петличкамен күтіңіздер. Берсе мендегі контент мықты болайын деп тұр. Жоғары дәрежеде болайын деп тұр берсе. Жарығым бар, штативім бар, енді петличкам бар. Берсе 1000 подписчик жиналса, бұдан да жоғары бір. Давай осы видеода не септсек, айтып тастайық. Не алып бересің маған? 1000 подписчик жиналғанға. Canon G7X деп. Право блокқа емес. Так, маған блокқа. Ана не? Айтам саған, ана қытай блогерский не бар, камера бар. Соны хочу. Алып бересің ба? Окей. 1000 подписчик жиналса, Назеркенің арманын орындаймын. Давайте, достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Қалай, дауысымыз жақсы ма? Өте керемет етіліп тұр ма? Мен прям қуанып тұрмын, рахмет жан, осындай сыйлығыңа. Енді Назерке маған дауысын шығар деп айқайламайтын болды. Иә, Азамат жай сөйлейді ғой. Сосын мен видео монтаждап жатқан кезде кәдімгідей жыным ұстайды да, дауысы естілмейтініне. Телефоннан қараса жалпы дауыс нормальны. Ал егер телевизордан, ноутбуктан видеоларымды қарасаңыздар, дауысы бір видеоларда қатты естіледі, бір видеоларда жай естіледі. Соған көңілім толмай жүрген еді. Енді бұйырса дауысым естілетін болады. Качественный контент жасап жатқанымызға лайк басып кетіңіздер. Маған қолдау білдіріңіздер. Сәлем достар. Бүгін Назеркенің петличкасіне шағын обзор жасайтын боламын. Желтоқсан айында Назеркенің YouTube каналында 100 подписчик толуына орай мен Каспийден петличка іздей бастадым. Петличканы іздегенде именно жаңағы YouTube'тан обзорларға неше түрлі Каспийден отзывтар оқыдым. И ішінде ең ұнаған осы петличка болды. Boya петличкасы болды. Не үшін алғанымды айта кетсем, неше түрлі функциялар бар. Яғни осындай микрофон ретінде қолдануға және де тағатын петличка ретінде де қолдануға болады. Ішінде екі петличка жүреді, біреуі осы микрофон ішінде, біреуі осы. Сонымен қатар осылай қасында екінші кісімен сұхбаттасқан кезде өте оңай. Өйткені
мына петличканы өзіңе тағып қоясың, екіншісімен сұхбат жүргізесің. Петличканың өзімен бірге құрылғылар бар, яғни олар осындай желді күні жаңағы дауысқа нұқсан келмеу үшін осындай қорғаныш құралы болады. Сонымен қатар осындай микрофонда өзіндік желден қорғайтын приспособлениясы бар. Өте керемет, келіншегіме де маған да ұнады. Сіздерге де осындай петличканы алуға кеңес беремін. Өте керемет. Дәл қазір мен микрофонға жай сөйлеп тұрмын. Егер бұлай мен камераға сөйлейтін болсам, яғни бұл петличкасы сөйлейтін болсам, дауысым естілмейтін еді. Қазір өздеріңіз байқап отқандай дауысы керемет естіліп тұр. Мен әлі қызықтап отырмын бұл микрофонды. Және де осылай микрофонмен бірге сөйлеген вообще қызық, күшті әсер. Қазір мен прям Азаматтың осы петличканы таңдап бергеніне қатты қуанып отырмын. Даже осылай микрофон ұстап отқанның өзі әдемі көрінеді, иә. Бір блогерлерді көресіздер ғой, жаңағыдай петличканы вилкаға, помадасына қадап қойып сөйлеп жатады ғой. Одан да осылай микрофон ұстап отырған әдемірек көрінетін сияқты меніңше деп. Прям қатты риза болып отырмын. Гүл таңдауға келіп тұрмыз. Лессоға. Туған күнің менің. Туған күнің менің. Ой. 25 жасымен. Менен бұл. Бүгін біз модусқа қымбат деген келініміздің Асиктің жан-жары әдемі қыздың 25 жасына келдік. Құтты болсын туған күнің. Қымбаттап болмайын, мен алсаңыз болады. Болмай қазір қымбатта. Бүгін сюрприз болып келіп қалдық. Қымбаттың туған күніне мен, Наз, Шырқа, Шырым, Азамат және де біздің Назгүл. Назгүл деген қалай? Ben sürpriz. Ойладыңыз ба бізді келеді деп? Жамай. Вообще ойладым. Тыңдаңыз. Ада? Тіпті ойлаған жоқ. Туған күніңізбен. Рахмет. Вообще неожиданно. Күтпедім. Тыныш отырған адамды ғой. Иә, әпәдемі болып отырсыздар. Келісіндерге шылып кеттің ғой. Тым жасын. Екен рахмет. Күштеп қуанып қалдым. Қандай? Атыраудағы бірінші туған күнім. Келін дәрежесіне бірінші туған күнім. 25 жасымда. Иә. Это 25-ке толады. Швейцария көстейміз. Әйеліңіздің туған күні құтты болсын. Рахмет, көп. Қалай дайындалдыңыз? Ойдағыдай уақытымен күшті. Ал қайырлы кеш достар, бүгін міне 10 қаңтарда Асик досымыздың жұбайы қымбаттың туған күніне келіп жатырмыз. Ол Асик емес, ол Асылжан мырза. Асылжан, сатыс бар дейсің. Сатыс бар, үйленген сатыс бар. Туған күн құтты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Денеңе саулық, отбасыңа амандық, жұмысыңа табыс тілеймін. Асылжанмен алға қойған мақсаттарыңа сүрінбей жетуге тілектеспіз. Алда уақытта алла жазса үйде әңгілеген сәбидің үні естілсін деймін келеді. Ата-аналарыңыз аман болсын, достарымыздың арасында осылай күліп ойнап жүріңіздер. Ерке қызы болып бізде. Сонымен қатар жаңада жұмысқа орналасып жатыр екенсің. Құтты болсын, табысты болыңыздар. Осылай жас күндерде, осылай жас қуанышты күндерде дастарханда жолыға берейік. Амин. Рахмет көп. Мен Нәзерке жалғастырады. Жаңа статуста, жаңа жасың берекелі жас болсын. 25 жас деген өзі күшті жастар қыздар дейсің ғой. Біз жаспыз деп. Бүгін 10 қаңтарда жылдың бастамасы, өзің бастап жатсың туған күндердің қатарын. Құтты болсын барлығы. Ата-анаңның, ата-енеңнің көз қуанышы болып, жұбайыңның
гүлі болып жұбайыңның бағындағы әдемі гүл болып жарқырап жүргейсің. Осылай күшті қуанып отырмыз, әдемі жерде жиналып, өзіңде гүл болып сәнді болып отырсың. Қымбат, енді бүгінгі келіп жатқан жасың құтты болсын. 25 жасқа келіп жатырсың. Бәрі өз орнымен күшті келе жатыр. Өмірлерінде солай жалғаса берсін. Әмин. Әмин, жұмысты болсын. Саған тек бақытты болуларыңды тілеймін. Ата-аналарың аман болсын екі жақтында. Бүгін, кстати, қымбат жұмысқа тұрып жатыр екен. Соны естіп жатырық. Бүгін емес, енді алдында тұрған ғой, бүгін естіп жатырмыз. Құттықтаймын, бәрі осы туған күнінде ойларың бәрі жүзеге асып жатырғаны. Абыройларың түспей, әрқашан бақытты болып, үйлерің сәбиге толып, жетістіктерге жете беріңдер. Әмин. Ең бастысы денің сау болсын, тысларың толыға берсін дейім келеді сендерге. Аш сені тек алақанында аялап өтсін дейміз. Аштың қымбатты да, сымбатты да, қымбатты асыл жары қымбат деп кәдімгідей құлпырып жүрген қымбат деп айтып жүретіндей болсын деп өзгеледі. Тек қана бақытты бол. Әр жыл сайын жаңа мемлекетті аралауды Алла нәсіп етсін сендерге. Әмин. Паспортыңда елдер көбейе берсін, печаттар көбейе берсін. Ақшаң көп болсын. Әмин. Ақшаң көп болсын. Иә. Қымбаттың хотелкаларын орындайтын Асиктің ақшасы молынан болсын. Әмин. Адалынан, берекесінен болсын. Әмин. Қымбат, бүгінгі келіп жатқан 25 жасың құтты болсын. Біздің енді досымыздың, бана Нұрлы айтқандай, өзінің жанына қымбаты, өзің атыңа сай қымбат жаны. Бүгінгі туған күніңмен тек ортамызда екеуің бақытты болып жүре беріңдер. Екеуің бір-бірлеріңе деген сүйіспеншіліктерің, махаббаттарың өшпесін. Тек өмірлерің тек әдемілікке толы болсын. Осылай әдемі болып жүре бер. Бізге келіп жатырған осы алыстан Атырауға келіп 25 жасыңды бірге қарсы алып жатыр. Біз де қуаныштымыз. Асик ұйымдастырып айтып жатқанда да молодец деп жатыр. Осылай дальше бола берсін. Бақытты болыңдар туған күндеріңмен. Біздің қатарымызға қош келдің. Барлығымыз саған жылы лебіздерімізді айттық. Енді саған сыйлығымызды сыйлау үшін арнайы программа дейсің ба? Программа емес, бірақ жеңіл бермейміз, сыйлығымызды жеңіл бермейміз. Бір жағынан естелік болсын, менде влогта қалады. Өзіңде де біраз жылдан кейін қарағанда күшті ғой енді. Саған қазір енді әдемі жерде отырғандықтан көп қозғалыс бермеймін. Вообще ешқандай қозғалыс бермеймін. Тек сұрақ ретінде тапсырмалар беремін, Давайте. Бірінші тапсырма өзің жайлы. Бүгін 25-ке толып жатқандықтан өзің жайлы бізге 25 факт айтып бер. Бүгін бана гүл таңдап жатыр қой, саған ассоциироваться ететін, сенімен байланысты деп. Барлығымыз аса қатты сенің мінезіңді біле білмейміз, бірақ жаңағыдай келбетіңе қарап таңдаған гүлдеріміз еді, неженка деп. Енді сен туралы білгіміз келеді, бізге өзің туралы 25 факт айт деп. Мен мінез жағымнан айтатын болсам, мінез жағымнан негізі қатты ашуланшақпын. Андай вспыльчивая дейді ғой. Сол андай шамалы ашуланып кетемін, бірақ тез басыламын кейде. Бірақ по ситуации дейсің. Кейде деймін, Асик жаман күлдің ба? Ондай емес деді. Ашуын көріп қойдың ба деп. Біріншісі сол деп айтуға болады. Екіншісі, көп нәрсені ойыма алмаймын. Андай реніш, біреудің сөзі дегендерді аса қатты қабылдамаймын. Үшіншісі, мысалы тамақтарда маған борщ пен плов ұнайды. Екеуін жасағанда ұнайды, ішкенде де жегенде де. Борщ, плов, математика шығарғанда көремін, есеп шығарғанда көремін. Компьютермен күшті жұмыс жасаймын. Сосын қазақша сауатты жазамын. Қазақша сауат сөйлеймін. Леп белгі, тыныс белгі, пунктуация дегенге қатты мән беремін. Күйеуіме ым мен ымды ажыратып үйретемін. Ол естілмей қалды. Ың деп айтқызып қоямын дейсің. Сүйікті гүлің қандай, білейік соны. Мен андай сүйікті деген жоқ. Бір андай нежный букеттер, композициялар ұнайды көбінесе. Көбінесе осындай бір нежный цветтермен жасалынатын гүлдер ұнайды. Біздің идеямыз ұнады ма саған? Идея күшті болды. Ұнады, түсінбей қалдым ғой. Бір-бірімізге кіріп қоямыз ғой, бір штуктан апарғанымыз тоже ұят екен деп. Жоқ, күшті ғой. Бір букет жиналады. Сыйлықты Шерхан береді. О, ақша дейсің. О, ақша. 25 емес, даже жетпейді ғой дейсің. Алған ұят екен деп. Так, екінші тапсырманы айтайық. 25 жастағы өзіңе тілек айт дейді. Өзіме тілерім мықты денсаулық, қажымас қайрат,
мықты нерв талшықтарын тілеймін дейсің. Бұйырса шетелге шығайын тағы да күйеуіммен бірге. Барлық ойлаған арман мақсаттарыма жетейін. Барлық ойымдағы, ішімдегі, жан дүниемдегі нәрселердің барлығы орындалғанын қалаймын. Жүрегім тынышталғанын қалаймын. Әр адам жүрегінің тыныштығы дейді ғой, ең маңыздысы. Өзіме жүрек тыныштығын тілеймін. Қасымдағы қорғаным аман болып, мені қорғап әрқашан барлық капризімді көтеріп жүре берсін. Бұйырса жақсы жетістіктерге жететін жас болатын, мен үшін қайырлы жас болатынына сенімдім. Бұйырса. Так, бұған сыйлықты Нұрлы береді деп. Ана каждый Да, күшті Мотивация саған деп. Рахмет. Тағы да орныққа кетесің. Үшінші тапсырма 25 сөзбен өз арманыңды айт дейді. Мен нені армандайтынымды айтып шығайын ба, жалпы? жалпы 25 сөзбен 25 сөз. сөйлемнің ішінде 25. Сен бана айттың ғой, сауатты сөйлеймін дедің ғой, дейсің ғой, ал осыдан ұстаймыз деп. Бүйтпей қалса ше дейсің. Қайта бастайсың. Қайтала. Қайтала. Давайте, ладно. Андай қылып отыр дейсің ғой да. Мен дейтін үтір нүктесін бәрін білемін де, ең қыса үтір нүкте деп отыр дейсің. Мына жерлік белгісі деп. Менің арманым негізі. Артық сөз айтып негізі менің арманым жұбайыммен бақытты болу, үлкен семья болу. Дұрыс санап отырсыңдар ма деп. Сосын жақсы маман иесі атану, өз ісімнің білікті маманы болу, бай болу, Наскільки дұрыс санап отқаны. үлкен үйлі болу. Сосын көп шетел. Тілейміз берейіз. Бұған сыйлықты Назгүл береді деп. Дұрыс санап отырдың ба? Жоқ. Дұрыс санап отырдың ба? Біз ертең оны видеомен фиксация жасап отырып білесің бе деп. Комментарийді жазып отырсың ба, 25 сөз болған жоқ деп. Күшті ғой. Мына ойын ұнады маған дейді. Бұл күшті екен, нормально. Төртінші тапсырма 25 жылда не үйрендің дейді. Жүруді еңбектеп үйрендім. 25 жылда негізі көп нәрсе. В целом бүкіл өмірімдегі көп нәрсе ғой. Барлығын сөйлеу болсын, жүру болсын, күлу болсын, қуану болсын. Мысалға, шын қуану дегеннің барлығы осы үйрену ғой банша. Сөйлеу, оқу, жазу деген секілді, ренжімеу адамға, өкпені сақтамау деген сияқты. Соның барлығы 25 жылда осылай тұлға болып қалыптасқанда берілетін бүкіл нелер ғой біздің бойымыздағы қасиеттер, соның барлығын үйрендім деп ойлаймын. Енді 25-тен асып та кетер тіпті. Барлығы осы жеткен жетістік. Рахмет. Бұған сыйлықты Азамат мырза береді деп. Рахмет. новый емес ескі. Жоқ, мен новыйлар мені бар ішінде дейсің. Күшті ғой алдында, ақша толып тұр. Рахмет. Ал енді 5-ші тапсырма ретінде ата-анаңа осы видеода рахметіңді айтасың ба, әлде бір әңгімеңді, жылы лебіздеріңді? Өзімнің ата-анама осы өмірге, жарық өмірге әкелгендеріне рахмет айтқым келеді. Осылай оқытып, тоқытып, ешқашан бетімізден қақпай, барлық арман мақсаттарымызды қолдап, қолпаштап, қандай шешім қабылдасақ та қолдап отырғандар үшін үлкен алғысымды айтамын ол кісілерге. Осылай қалыптасуымыз, мінезіміздің қалыптасуы, жақсы адам болып қалыптасуымыз сол кісілердің арқасы. Ештеңеден тарықпай, жаңағыдай қатарымыздың алды да емес, арты да емес, ортасында болып жүргеніміз сол кісілердің арқасы деп ойлаймын. Сол үлкен рахмет. Мен өзім ата-анама оларды қатты жақсы көремін. Көп айтпаймын негізі, мама папаларды қатты жақсы көремін деп дейсің. Айтсаң болады. Иә, мен ол кісілерді қатты жақсы көремін. Осылай оқытып, тоқытып, әрқашанда мені қолдап, қандай бастамама болсын, шын жүректен қуанып, ойымдағы ісімді жасауыма ешқашан кедергі келтірмегендеріне алғыс білдірем. Ал ата-енеме мені осылай еркек келін қылып ұстап жүргендеріне рахметімді айтқым келеді. Келгелі бір рет болсын маған ұрысқан емес, ешқашан, әрқашан тек қолдап, маған барлық жаңа ақыл кеңестерін барлығын жай сөзбен түсіндіріп, көңіліме қарап, солай көмектесетіндер үшін өте қатты алғыстымын ол кісілерге. Үйде бөтенсінбей мені әрқашан тартып,
ортаға қосып жүретіндеріне өте қатты рахметімді айтам. Жана Асылжан мен Арудан бөлмейді ешқашан дегенім ғой. Сол кісілерге үлкен рахмет. Осы 5-6 айдың ішінде как семья ретінде болып есеп кеттік. Тіпті атам махаббатын, мысалға маған деген андай балықтың, еттің тіпті ең жұмсақ жерін, балықтың дәмді жерін, майлы жерін мысалға да, балықтың миын мысалы жесін деп беріп жатқан маған деген махаббаты деп ойлаймын. Сол бұл кісілерді қатты жақсы көрем. Осылай құлпырып, жаңағы Асылжан екеуміздің дамуымызға үлкен үлестерін қосып жатқан осы ата-анамыз деп ойлаймын. Ешқашан бетімізден қақпайды, қорғап, қолпаштап жүр. Сол, рахмет үлкен ол кісілерге. Барлығымыздың атымыздан рахмет. Аңғының болсын деп. Рахмет. Пара емес дейсің ғой. Күшті ғой. Енді просто Рахмет қорытынды үлкен. ретінде барлығымыздан комплимент естісін деймін. Асылжанға әрдайым қолдау көрсететін өмірлік серігі. өн бойында қазақи мінезі сақталған кербез де сұлу жан. Тәрбиелі, оңды солды білетін, текті жерден шыққан қыз. Сөзі де, өзі де әдемі жан. Асылжанның асыл жаны деп. Сол басынан кездесіп жүргеннен кейін сол ең қатты ұнайтын еркелеп айтатын сөзім қымбаттым деген. Өте жақын, салмақты сөз ұнайтын. Достар, мен күтпедім негізі. Барлықтарға үлкен рахмет. Осылай менің Атыраудағы бірінші туған күнді келіп құттықтап, өздерінің көңілдеріңді білдіріп, келгендеріңе өте қатты қуаныштымын, алғыстымын. Қуаныптым жаңағыдай. Вообще неожиданно болды, күтпедім де. Сол үлкен рахмет. Осылай менің қуанышымды бөлісіп, жаңа жасымды ескеріп, елеп келіп жатқандарыңа, ол енді менің күйеуімнің сіздердің алдарыңыздағы беделі деп ойлаймын. Бір ауыз сөзін жерге тастамай осылай жинала қойып жан-жақтан үлкен қуаныштымын. Ол үшін рахмет барлықтарыңызға. Сіздердің қатарларыңызға қосылғаныма мен де қуаныштымын. Осылай достығымыз ажырамай, ортамыз толысып жүре берсін. Бұйырса енді тоқтап қалмайық. Әр туған күнде осылай жиналып тұруға барынша тырысайық. Осы жылда енді барлықтарыңызға үлкен табыс тілеймін. Әрқашанда тек осылай жүздеріңізден күлкі кетпей жүре беріңіздер. Бойдақтар үйленсін. Біз сол тойларда Иә, қызметте біз болайық. сол тойларда қызметте болайық. Өлең айтып, би билеп, ортаны көтеріп, бұйырса. Сыңсу айта да аламыз да жейміздер ме? Қыз ұзата да аламыз. Екеуміз 23-те болып, 27-те қыздар Иә, дұрыс қой, енді жастарға байланысты емес сыңсу айту деген уже келін болып түскен, бақытты, сондай адамдар айту керек сыңсуды. Күйеуге шықпаңыздар айтпау керек. Дұрыс ол. Оның дарын дұрыс. 25-те қыз айтады деп ме қой дейсіз. Жалпы негізі құрбылар 27-те шықпа деген жоқпыз, бірақ сендер 25-те жүре бермейсіңдер, біз сыңсу айтқанша дейсіз. Әлі ерте. 27-те келіп қалулары мүмкін дейсіз. Иә, сендер сыңсу айтам дегенше жастарың өсіп кетуі мүмкін. Салайын ба бұны ютубқа салмайын ба деп. Сала бер. Потому что иш жоқ, иш. Мына кісілерге айта беріңдер сыңсуды. Осын сен сыңсу шығарып сөйтіп. Оған сыңсу айтпайды ғой. Маған сіз айтарсың Айтамыз. Жылап Біз жар дайындаймыз ғой оған дейтін өйче. Осы жылы енді бұйыртса 26-шы жылы. Үйленем дейсіз? Қорқытым демей тұр. Екі кіспен бе? Кездестіремін деген үміттемін енді. Әмин. Мен сені күтемін деп. Мен ана қалалым дегенде өздерін таныстырады ғой. Осындай дейді, ең соңында айтады, үміткер, мен сізді күтемін. Примерно шера осы жылы сөйдеп отыр. 2026-та. Біз де сені келеді деп үміттенеміз. Асыға күтеміз деп айтты. Біз сені осы ортада асыға күтудеміз. Біздің қатарымызға қосылып, біз осындаймыз деп. Егер де біздің қатарға қосылған келсе, свайте вверх. По поводу сотрудничества обращайтесь. На ушақта бәріне. И маған жасын сұрасы. Автору, короче, канал. Давай онда саған реклама жасап жіберейік дейсің ғой да? Қалың мамам Лексус. Менің наоборот, менікі новый. LX600. Единственный білетін гүлім, маған мына гүлді помпоны деді ма? Иә, бұны Шерхан берді маған. Мынау Гербера екен білем. Нұрлы берген сияқты. Жоқ. Да, Назерке сен бердің. Иә.
Мынаны Азаматтың қолынан көрдім. Мына гүлді. Қандай гүл деп ойлайсың? Бұл роза ма? Гортензияны маған Назгүл берген сияқты. Мына жақта тоже роза, бұны Нұрлы берді. Рахмет үлкен. Күшті бәрі еще розовый, андай нежный цветтерден алған ғой. Вот осындай гүлге қарық болып қалдым бүгін. Вниманияға қарық болып қалдым, главное дейсің. Ең бастысы. Күшті аяқталып жатыр десеңіз. Иә, туған күнім күшті аяқталып жатыр. Қай с вами Ивангай. Қайырлы түн, құрметті оқырмандарым деп. Сағат түнгі 1:20 кетті, 11 қаңтарға ауысты. Ала берса, 2 күннен кейін бізде қасымызда отырған құрбымыздың туған күні деп. Соған орай біздер осы жерде туған күнді жалғастырып жіберіп жатырмыз. Иә, жалпысында Наз бізде туған күнін тойлағым келмейді деп айтып қойған болатын. Сондықтан біз онында осы қымбаттың туған күніне жиналғаннан кейін, уже 2 күннен кейін, енді Аллаға Наздың туған күні тұрған соң, оны енді елемесек болмайтын болды да. Содан осыдан сразу тек атынан Назды құттықтап жіберейік деген барлығымыз сондай шешімге келген болатынбыз. Аз да болса, Қытай ғана сыйлығымыз бар. Бір жағынан туған күнің жұмыс күні болатын болғандықтан, демалыс күні сені құттықтап жіберейін деп жатырмыз. Рахмет барлықтарыңа, көңілдеріңе. Мен негізі вообще баяғыдан өзімде нем іштегі ниетімде, ойымда туған күн деген ұнатпаймын. Вообще ұнатпаймын. Бірақ енді қасымда қыздардың көңілі үшін всегда жасайтын болдым. Отырам, типа, тойлаймын дейді, почти туған күн тойлайтын болдым. Осы жылы андай ой келді, типа, не надо. Потому что мен көңілім оған қоншымайтын туған күн тойлаған сайын, жиналған сайын. Давай мен қыздарға да айттым осы. Алдында салтанат жазып жатыр, 1-2 күн бұрын. Тойламаймын деген, үйде жатам деген ба? Иә. Ештеңе ұйымдастырмай қойыңдаршы, пожалуйста деп. 27 жасқа келгенде солай шешіп жатырмын. Өзімнің тыныштығыммен. Басқа уақыттарда болады. Басқалардың туған күніне қарсы емес, потому что олар өздерінің несімен. Мен құттықтауға, бір нәрсені тойлауға ештеңе қарсы емеспін, бірақ өзімдікі емес дейсің. Ішім, өзімнің жүрегім солай. Сендерге де рахмет көп, солай елеп жатқандарыңа. Рахметтен басқа айтарым жоқ. Так, саған арналған кішкентай сыйлығымыз бар. Ыңғайсыз прям. Ыңғайсыз болмай-ақ қойсын. Бұл біздің саған деген көңіліміз. Барлығымыздың саған арналған сыйлығымыз. Рахмет көп. Рахмет көп. Еще на кофе деп. Соны айтам. Рахмет көп. Осындай рамка дайындап алып келдік. Рахмет көп. Рахмет. Тоже сенің идеяң ба? Ыңғайсыз и эмоция мандай болып тұр. Всегда негізі неожиданно болған нәрсе жақсы. Чем дайындалып, күтіп, бүйтіп жүргеннен. Маған осы жердегі қазіргі болып тұрған момент ұнап тұр реально. Әңгіме подаркада емес, вообще-то. Ортада, осы орта негізі өзіме ұнайды. Жаныма жақын. Рахмет сендерге де, құттықтап атқандарыңа да, ниеттеріңе де. Тілектеріңе де қабыл болсын, ләйім барлығы солай болсын, сендердің отбасыларың аман болсын, үлкендерің аман болсын. Рахмет көп. Сыйлық қалай екен? Күшті, но вообще идея бар ғой мынау деген. Сенің миыңа мындай нәрселер қайдан келеді? Қай жақтан шығып жатыр мына нәрсе? Бізге мынау келмейді, біз еріншекпіз ба әлде? Сол мындай ақпарат жоқ, сыймайды. Фотку 250 алды, мида 250 алды ма бірдеме? Ал Назгүл бұйырса видеоның 13-ін саласың ғой. Туған күнің құтты болсын. Бұйырса жастан жасқа шыға бер. Тек берекелі жас болсын. Алан қалаумен күшті өткізуді тілеймін. Барлық айтылатын тілектер қабыл болсын. Бұйырса ойлаған мақсатына қай жыл болмасын, тек соған жетуіңді нәсіп етсін. Біздің арамызда осылай күшті көңілді ойнап күліп жүре бер. Біз сен сыйлаймыз, бағалаймыз және де қолдаймыз. Күшті жар бұйырсын, Алла қаласа. Тек үйдегілерді қуанта бер. Енді заранее құттықтап жатырмыз.
құрметті подписчиктер, бүгін енді соны осылай дұрыс болар деп ұйғарып солай жиналдық. Сол үшін жаңағы кетпей жүрік қой, айналшықтап қаланы айналып. Бақытты бол, ең бастысы, жақсы жетістіктерден көріне беріңдер. Ал Назгүл, келе жатқан жасың берекелі жас болсын, ғұмыр жасың ұзақ болсын. Осылай жылы жүзіңнен күлкі кетпей, арамызда ойнап күліп жүре бер. Отбасыңа амандық тілеймін, жұмысың табысты болсын. Осы келген жыл саған бақыт пен қуаныш келсін деп тілеймін. Жас күндерде, жас осылай ортада жолға берейік. Пока-пока.